50 жасыңызда сізге 35 жасқа ұқсайсыз деп айтқанды қалайсыз ба? Бәріміз білеміз, ол үшін спортпен шұғылдану керек, дұрыс тамақтану керек. Спортпен шұғылдану деген не? Таңертең 10 000 қадам жүру, арнайы фитнес залдарға бару ма? Бұларды жасауға сіздің уақытыңыз жоқ па? Оның шешімі әлемдегі ұзақ жасаудан алдыңғы қатарда тұрған және сұлулық символдары болып табылатын жапондық гейшалардың бар болғаны 4 қимылдан тұратын құпия жаттығуы болып табылады. Бұл жаттығуларды ешқайда шықпай-ақ үйіңізде жасасаңыз болады. Мен бұл жаттығуларды еліміздегі ең жас әже, жап-жас мама Баян Есентаеваның Instagram парақшасынан қарап жүріп жасап жүргенмін. Бұл жаттығуларды зерттей келе, жапон гейшаларының құпия жаттығуы екенін білдім. Жасап пайдасын көргеннен кейін сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Жапондық гейшалар көптеген ғасырлар бойы әйелдік пен сұлулықтың стандарты болып саналады. Әрбір жапондық әйел әрқашан жасырын болған сұлулықтың құпияларын білу үшін гейша болуды армандаған. Бұл әйелдер 50 жасқа дейін 35-тегідей жас көрінді, ал беттеріндегі алғашқы әжімдер кәрілік кезінде ғана пайда болды. Ал бүгінгі күнде әрдайым жас көрудің құпиясы ашылды, және бұл туралы осы видеода айтып беремін. Мұнда бәрі қарапайым. Жастықтың мүмкіндігінше ұзақ сақтау үшін өміріңізге оңай енгізе алатын қарапайым әдеттерді қалыптастыру керек. Олардың біріншісі және ең маңыздысы кешкі гимнастика. Ол макко-хо деп аталады. Оның мағынасы омыртқа мен жамбас аймақтарының бұлшық еттердің икемділігіне арналған жаттығулар. Бұл бүкіл денедегі қанның микроциркуляциясын жақсартады. Бұл гимнастиканы жасау кезінде қанда өсуді белсендіретін гормон соматропин бөлінеді. Ол қартаюды бәсеңдетеді. Нәтижесінде токсиндер ағзадан тез шығарылады және денедегі өлі жасушаларды жояды. Ғаламшардағы ең қарт адам Мисао Акованың айтуы бойынша, оның 116 жасқа дейін өмір сүруіне осы макко-хо жаттығуы көмектескен дейді. Макко жапон тілінен аудармада тік немесе түзу дегенді білдіреді, ал хо дұрыс деген мағынаны білдіреді, яғни түзу және дұрыс болу. Түзу, тік, дұрыс омыртқа болу үшін жасалатын жаттығу болып табылады. Ал енді жаттығуымызды жасауға кірісейік. Аяқтарыңызды табаныңызбен байланыстырасыз. Оларды мүмкіндігінше өзіңізге тартуға тырысыңыз. Қолыңыздан келгенше тартуға тырысыңыз. Қолыңызды тізеңізге қойып, ең алдымен терең демаламыз. Сөйтіп алға қарай еңкейеміз. Демімізді жәймендеп шығарып, бастапқы макко қалыпқа ораламыз. Ең дұрысы басыңыз еденге тию керек. Бірақ бұл өте қиын, әсіресе басында. Өзіңізді қатты қинамаймыз. Басыңызды еденге тигізгеннен кейін, ямаса барынша еңкейгеннен кейін 60-қа дейін санау ұсынылады. Және дем алғанда бастапқы қалыпқа ораласыз. Осылай 8-10 рет қайталаңыз. Бұл жаттығуды жасау барысында, барлық 4 жаттығуды жасау барысында, бірінші еңкейген кезде терең демалып аламыз. Және қайтадан өзімізден қалпымызға келген кезде демімізді шығарамыз. Бұл жерде жаттығуды жасаумен қатар дұрыс демалу да өте маңызды болып табылады. Келесі екінші жаттығу. Макко қалыпта тік отырып, аяқты созып, арқаны түзу ұстап, аяқтың саусақтарын өзіңізге қарай тарту керек. Ең алдымен терең демаламыз. Аяғыңызды бүкпей, алға қарай баяу еңкейе бастаңыз. Денеңізді аяғыңызға жатқызғандай, маңдайымызды аяғымызға тигізгенше барынша еңкейеміз. Әр қарай иілмеу керегін сезінген кезде тоқтасаңыз болады. Қайтып келгенде демімізді шығарамыз және демаламыз. Осылай 8-10 рет қайталаймыз. Келесі үшінші жаттығу, бірақ ең қиыны. Бұл маған бақаны еске түсіреді. Түзе бүгіп отырыңыз. Терең тыныс алып,
Видеода көрсетілгендей артқа қарай шалқайып жатып, қолыңызды басыңыздан жоғары созуыңыз керек. Табаныңыз мүмкіндігінше жоғарғы суретте көрсетілгендей болу керек. Мен үшін олай жасау қиындау болды. Дем шығарғанда қайта ораламыз. Бұл жаттығу қиындау болғандықтан, мен бұл жаттығуды соңына қалдырып, шалқайып біраз жатып, терең демалып, оны қайта шығарып, біраз жатамын. Келесі, төртінші жаттығу. Еденге арқаңызды тік қойып отырыңыз. Аяғыңызды мүмкіндігінше тартыңыз. Жоғары фотода көрсетілгендей аяқты ашу керек, бірақ мұны бәрі бірдей жасай алмайды. Мен сияқты қолыңыздан келгенше бұрыш жасаңыз. Аяқ саусақтары өзіңізге қарай тартылады. Дем алыңыз және дем шығарған кезде денеңізді мүмкіндігінше алға қарай түсіре бастаңыз. Дем алу кезінде денеңізді бастапқы қалпына қайтадан көтеріңіз. Осылай 8-10 рет қайталаңыз. Жоғарыда фотода көрсетілгендей жасап отырған Баян ханымды көргенмін. Жасап көре салайын деп едім, мүлдем жасай алмадым. Сол кезде Баян ханымның иілгіштігіне таң қалдым. Солай осы жаттығуларды жасай бастадым. Баян ханымдай результатқа жеткенше тоқтамаймын деп отырмын. Жапондық маккохо гимнастикасы жасартатын әсерден басқа көптеген пайдасы бар. Егер оны тұрақты жасайтын болсаңыз, денеңіздің икемділігін және омыртқа денсаулығын жақсартады. Буындарыңыздың ауырғаны басылады. Зат алмасуды жеделдетеді. Артық салмақ жоғалады. Ағза токсиндерден тазартылады. Қан айналымы, оның ішінде ми қан айналымы жақсартады және иммундық жүйені нығайтады. Бұл гимнастика йога мен стретч жаттығуларына ұқсауы мүмкін, бірақ осы нақ 4 жаттығуды біріктіріп, жапондық гейшалардың ежелгі тәжірибесіне негізделген бұл қарапайым және жылдам гимнастиканы Жапонияда 1933 жылы жапондық Ватару Наган әзірлеп патенттеген. Бұл жаттығулар бір кездері Ватаруға инсульттан айығуға және денесінің икемділігі мен денсаулығын қалпына келтіруге көмектескен. Бұл туралы ол арнайы кітапты жазып шығарған. Бүгінгі таңда маккохо техникасын Жапонияның білім және ғылым және спорт министрлігі мойындады және оны белгілі бір аурулардан кейін қалпына келтірудің көптеген ауруларды хаттамаларына енгізілген. Осылайша, маккохо азаннан кешке дейін отырып жұмыс жасайтын адамдар үшін ең керек жаттығу. Бір қарағанда маккохо жаттығуы қарапайым болып көрінеді. Алдымен сіз оны жасап көріңіз. Күнделікті күш түсірмей, аз-аздан бар болғаны 10 минутта жасап көріңіз. Аяғыңыздың буындарын ауырсынуынан және арқа мен иек ауырсуынан арылуға көмектеседі. Мен қандай нәтиже көрдім? Мен бірден айтайын, жылдам нәтиже күтпеңіз. Мен оны бір айдың соңында ғана көрдім. Ең бірінші ұйқым тынышталды. Мен оны жатар уақытта жасағандықтан. Аяқтарым жүргенде жеп-жеңіл болды және аяғым шаршамайтын болды. Иығым төмен тартып, бүкірейіп тұратын еді. Сол келтіп келе жатыр. Және ішқатудан арылдым және кішкене салмақ тастадым. Мен үшін бұл жаттығудың жағымсыз жақтарын анықтаған жоқпын, бірақ нақты пайдасы бар екенін біліп, мен күн сайын жасаймын. Және бұл гимнастиканың қарсылық көрсетілімдері жоқ деп ойлаймын. Егер жүкті әйелдерге және арнайы операциядан кейінгі кезең немесе омыртқа жарақаттары болса, дәрігермен кеңесуді жөн деп санаймын.